оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы квадрат теңдеулерді шешу. Жалпы теңдеуді шешу дегеніміз оның мүмкін мәндер жиынын анықтау немесе шешімі жоқ екенін анықтау. Ең алдымен бізге квадрат теңдеуді шешу үшін бізге дискриминант формуласы қажет болады. Дискриминант формуласы b квадрат минус 4 көбейтілген a көбейтілген c. Осының барлығы түбірдің астында. Содан кейін дискриминантты тауып алғаннан кейін x1 және x2 түбірлерін табу керек. Ол үшін біз минус b плюс минус түбірдің астындағы дискриминант бөлінген 2 көбейтілген a формуласын пайдаланамыз. Осы негізгі екі формула арқылы біз квадрат теңдеулерімізді шешеміз. Енді мысалдарға келетін болсақ, x квадрат минус 6x қосу 8 тең 0. Бірінші бізге дискриминантты тауып алу керек. Дискриминант формуласы b квадрат минус 4 көбейтілген a көбейтілген c. Түбірдің астында. Бұл жерде бізде a 1-ге тең, b екінші коэффициентіміз минус 6-ға тең, c бос мүшеміз 8-ге тең. b квадрат демек бізде минус 6-ның квадраты, формуладағы минус 4 көбейтілген a-ның орнында бізде 1, c-ның орнында бізде 8. Минус 6-ның квадраты бізде 36-ға тең, азайтамыз 4 көбейтілген 1 көбейтілген 8, 32. 36-дан 32-ні азайтатын болсақ, түбірдің астында 4. 4-тен түбір 2 шығады. Демек, біздің дискриминантымыз 2-ге тең екен. Келесі енді x1, x2-ні табамыз. Оның формуласы минус b плюс минус дискриминант бөлінген 2a. Минус b дейді бізде b минус 6-ға тең, 2 минус плюске айналып кетеді, сондықтан 6-ны жазамыз. Плюс минус дискриминанттан бізде 2 шықты, бөлеміз 2 көбейтілген 1. Так, енді бірінші қосумен орындаймыз. 6 қосу 2, 8, бөлінген 2, 4. 6 минус 2 бізде 4-ге тең, 4-ті 2-ге бөлеміз 2. Демек, осы квадрат теңдеудің шешімдері x1 бізде 4-ге тең екен, x2 2-ге